Армысыздар, қадірлі көрермендер. Сіздермен бірге сонымен қалай бағдарламасы. Бұл жерде біз өмірде әрқайсымызға қажетті тақырыптарды ашық әрі қарапайым тілде талқылаймыз. Әрбір подкастта міндетті түрде сіз алатын пайдалы нәрсе болады. Бүгінгі біздің қонағымыз тәжірибелі заңгер Нұрдәулет Нұрмұхамбетұлы. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қош келдік каналдарыңызға. Көрермендерге өзіңізді қысқаша таныстыра өтсеңіз. Мен Сәтбаев Нұрдәулет Нұрмұхамбетұлы, заңгерлер палатасы қосымша заң тұлғада заң саласында қызмет атқарамын. Қызмет өтілім заң саласында 15 жылдан жоғары. Сұрағыма көшейін. Алғашқы сұрағым, онлайн алаяқтықтан қалай қорғануға болады? Қазіргі таңда бұл өте сондай бір ауқымды мәселе болып тұр. Себебі қазір барлығы осындай ақпарат құралдары, енді технологиялар дамығаннан кейін барлығын жаңағыдай телефон арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан ең бірінші деректерді сақтау керек. Ол жерде қандай деректер? Мысалға, бұрын жаңағы халыққа қызмет көрсету орталықтарында жеке жаңағы тұлғалар отырып, анау енді ЭЦК ключтерін алуға, соны түсінбейтін адамдарға ЭЦК-ны өздері сөйлеген жұмыс ретінде алып беріп отыратын. Көбінесе өздерінен болады, жаңағыдай байқамай алдан айтып қойдың, біз қазақ халық шамалы сондай жақсы сенетін халықпыз ғой өзі. Әлеуметтік желідегі пост үшін қылмыстық жауапкершілік болуы мүмкін бе? Әлеуметтік желідегі посттар үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген жағдайлар бар. Ол қандай жағдайда? Егер азаматтар тұрып, бір екінші бір азаматтың ар-ожданына тиетін сөздерді айтып, жаңағыдай қазір неше түрлі жаңағыдай әлеуметтік желілер бар ғой, TikTok салалары дейді, басқа дейді, сол жерде енді жағының ар-ожданын өзінің рұқсатын түсіретін, немесе әртүрлі мысалға қандай болады? Біреудің сүйретін пайдаланып, астына басқаша аттар жазып, сөйтіп оның бір құқықтары бұзылған жағдайда, ол қылмыстық кодексте өз сондай қорлау деген заң талаптары көрсетілген жағы. Ол жерде нақты жазылған, осындай әлеуметтік желіде бұрын 130 бап болушы еді, ол бапты алып тастады да, кейін осы қорлау деген бапты қойды. Ол жерде уже нақты кәдімгі көрсетілген. Егер ол жерде сол заңның талаптары бұзылған жағдайда, ол жаңағы бұзған тарапқа қылмыстық жауапкершілік қаралған. Ол жерде 200 МРП-ға дейін жаңағыдай айыппұл салу және қоғамдық жұмыстарға тарту сияқты сондай шаралар көрсетілген ол жерде. Неғұрлым сол азаматтарға ондай жолға бармауды, ондай заң бар екенін ескертіп айтуға болады. Себебі көп адам енді бүйтіп айтады, заң саласын түсінбейді ғой. Егер екінші тарап арызданып сотқа, болмаса уәкілетті органдарға жүгінетін болса, ол жауапкершілік қаралады бар. Жеке деректерді заңсыз пайдаланса не істеу керек? Жеке деректерді заңсыз пайдаланған жағдайда, егер ондай мәселе анықталған болса, ақпараттық технологиялар жөнінде мекеме бар, соларға шұғыл түрде хабарласу керек. Что осындай деректердің біреу пайдаланған жөнінде, анықталған жөнінде өтініш шағым жағы көрсетіліп, сол алдын алып жою туралы соны хабарлауға болады. Кәсіп ашқанда ең бірінші қандай заң құжаттар керек? Кәсіп ашқанда ең алдында жаңағы бірінші құрылтайшылардың шешімдері болады. Құрылтайшының шешімдері негізінде тиісті уәкілетті органға тіркеуге тапсырылады. Ол жерде жаңағы атауын көрсетіледі. Одан кейін заң тұлғаның тұрғылықты тіркелетін мекен жайы көрсетілуі тиіс. Одан кейін банктік шоттары келісімдер болса, олар бірге қосылып, тапсырылып, солай тиісті тіркеуден өткізіледі. Одан кейін қазір енді ол онлайн жеңілдетілген түрі болады. Қазір ЭЦП ключ арқылы, жаңағыдай эгов сайт арқылы ол жерде тапсырып, сөйтіп ашуға болады. Құжаттарды ол жерде өзі қандай құжаттар қажеттігін бәрі тиісті көрініп тұрады. Басып, қажетті құжаттарыңыздың бәрін сканерлеп, тіркеп
аша бересіздер қазір жеңілдетілген да. Бұрын енді 13-15 жұмыс күндері болса, қазір сол 2 жұмыс күніне қызмет алу сөйтіп қысқарып, енді азаматтарға сондай жақсы тиімді жеңілдіктер беріліп отыр. Стартаптар жиі қандай заңдық тәуекелге ұрынады? Стартаптар енді бұл стартап деген өзі ұғымның өзі мысалға бұл жаңашыл, қайталанбайтын өте бір сондай бір жақсы кәсіптің жолы. Бұл жерде енді конкуренция болу да шамалы аздау болады, потому что бұл жерде әр стартап мысалға өзінің қызметі қайталанбайтын бір сондай бір жаңашыл заттарды қолданады. Сол арқылы жаңа өздерін танытады, жаңа өздерін көрсетеді ғой. Сонымен жаңа кәсіптерін дамытады. Енді кез келген кәсіпте енді басында ашылған кезде енді шамалы заңдық ауыртпалықтар болады ғой енді ол жерде. Сол үшін жаңағыдай бірінші кәсіп ашқан алдында сондай пайдаланғанда ең бірінші жаңағыдай білікті, білімді мамандарды алу сол дұрыс болады. Сол кезде ғана олардың жұмыстары енді жақсы жүреді деуге болады. Бізде енді қазір стартаптар енді қазір Қазақстанда енді основной бізде интеллектуалды салаларда, сондай салаларда сондай кәсіптерде жүріп жатыр ғой, жаңа оларда енді жақсы, ол енді жаңа болғандықтан оның келешегі өте зор, өсетін келешекте сондай бағыттарда болады деп ойлаймын енді. Серіктеспен келісім шартта ең маңызды тармақтар қандай? Серіктестікпен келісім шартта ең бірінші енді азаматтық, Қазақстан Республикасы өз азаматтық кодексінің заң талаптары бар. Ол жерде жаңа келісім шартта ең бірінші заңды тұлға болсын, жеке тұлға болсын, жаңа бір-бірімен шартқа тұрған кезде бірінші өздерінің жеке деректері жазылады. Одан кейін шарттың мәнінде қандай қызмет көрсетеді, қандай немесе тауар сатып ала ма, қосымша шартқа бірінші, екінші қосымша жеп, сол жақта жаңа мәнін көрсетуге болады. Одан кейін шарттың құнын анықтау керек, қанша сомаға келісілді, ол жерде жаңағыдай НДС сомасы, басқа сомасы. Одан кейін шартта жаңағы шартқа тұратын тараптардың құқықтары мен міндетті түрде ол жазылу керек. Одан кейін жаңағы қызмет тараптар құқықтары мен міндеттері, одан кейін шарттың орындалу мерзімдері қай уақытқа дейін. Одан кейін ол жерде жаңағы шартта екі тараптардың жауапкершілігі, егер шарттың талаптары бұзылған жағдайда ол көрсетілуі тиіс. Мысалы, осынша күнде ол енді как анау ақшалай неде әсіресе сол уақытта жаңағы пайызбен жаңағыдай үстінде жаңағыдай тұрақсыздық айыптары дейді, сондайлар салынып, солар қойылады ғой. Ол шартта міндетті түрде олардың бәрі көрсетілу керек. Міндетті түрде қазынашылық органдарында тіркелінеді, өзінің тіркелу уақыттары бар, мерзімдері бар. Қазір ол шарттардың бәрі қазір электронды түрде бүкіл бәрі формасын бәрі порталдан шығады. Ол халыққа жаңа бәріне жеңіл болды да қазір өте. Алимент ажырасу, мүлік бөлу кезінде адамдар нені ескеруі тиіс? Алимент ажырасу енді қазір бұл өте үлкен мәселе болып кетті ғой. Бұрын қазақ халқында мұндай өмір ажырасу деген мұндай ұғымдар сирек болатын, мұндай болмаған, тек қандай қайтыс болған жағдайда или бір сондай жағдайларда болатын еді. Қазір енді өте жиіленіп кетті ғой бұл жерде. Бұл жерде жаңағы кейбір енді семьяларда жаңағыдай мүлікке қызығып, соны бөлу сондайды көздейді. Кейбіреулер енді былай сондай пайдалану, сондай әртүрлі жағдайлар болады ғой енді. Бұл жерде енді егер сол ортада келісім, егер ажырасқан жағдайда жаңағыдай алимент болсын, жаңа мүлікті бөлу болсын, егер ортадағы екі тараптың келісімі болмаған жағдайда оны бөлу жөнінде, оны сот шешімі арқылы бөлінеді. Ол жерде екі тараптың да құқықтары тең. Үй болса жаңағыдай өзі, егер сол олар ортада бірге тұрған уақытында алынған мүліктері, олардың ортақ мүліктері болып табылады. Олар оны теңдей бөле алады. Одан кейін егер
тағы да бір мысалға заттар болады, басқа болады, олар бір-біріне пара-пар болып есептелініп, сөйтіп екі жаққа сөйтіп бөлініп беріледі. Егер біреуіне мүлік болғанда қандай енді жағдай зат болса, егер біреуінде ақшалай болса, екеуінің құны есептелініп, біреуіне ақшалай, біреуіне былай, сөйтіп соттың шешімі арқылы бөлінеді. Алимент төлеу бойынша ол жерде әр балаға тапқан табысының немесе қосымша тағы да тапқан табыстарының бір балаға 4-тен 1 бөлігі деп есептелінеді. Екі балаға 3-тен 1 бөлігі деп есептелінеді. Егер ол 3-тен жоғары бала болатын жағдайда тапқан табысының 50% деп сөйтіп есептелінеді да, сөйтіп ұсталынып отырады. Ол да бәрі сот шешімі арқылы жүзеге асырылады, егер ортада келісім болмаған жағдайда. Сіздің практикаңызда ең күрделі іс қандай болды? Күрделі істер негізі кез келген іс сотқа жүгінгеннен кейін оның бәрі күрделі болып саналады. Себебі ол жерде құжаттардың бәрін дұрыстап тексеру керек, зерделеу керек, дайындалу керек. Әртүрлі жандай мемлекеттік органдардан біз сұрау алдыртамыз, ол құжаттың дұрыстығы, заңдылығы, ол егер тіркелетін құжаттар болса, ол шынымен тіркелген ба деген сияқты соның бәрі алынып зерттеліп не қылады. Енді ауырлау болғанда, мысалға, менде бір қазір істер бар, 2017 жылдан бастап қазіргі таңға дейін әлі шешімін таппаған істер. Ол основной мысалға жер мәселелері бойынша болады. Жер мәселелері анау бұрын сатылған кезде анау бір-бірінің үстіне наклад болып түсіп қалады да, екі тарапта да құжаттары заңды болып қалады. Не мына жаққа шешілмейді, не мына жаққа шешілмейді, келісуге екі жақ келіспейді. Сондықтан осындай даулар, жер мәселесі бойынша даулар осындай ұзаққа созылады да, өте қиын болады. Бұл сондай жер мәселесі бойынша даулар бар, созылып келатқан, солар күрделі болады негізі. Адвокат жалдауға жағдай болмаса, немесе адвокатқа уақыты болмай қалғанда қандай қателіктер жібереді? Адвокат жалдау болғанда қалай, мысалға, егер адвокат болғанда қалай, егер қылмыстық жауапкершілік бойынша, егер күдікті деп танылған адам ұсталғаннан кейін 24 сағаттың ішінде оған адвокат өзі таңдауға құқы бар, қорғаушысын. Немесе егер ақшасы мүлік болмаған жағдайда мемлекеттік кәдімгі адвокаттар алқасынан мемлекеттен міндетті түрде оларға қорғаушы тағайындалады. Себебі ол күдікті деп ұсталған адам өзі оның адвокат алуға құқықтары бар. Сол өзінің ұсталғандығы жөнінде жұмысына немесе ағайын туыстарына звондауға, телефон шалуға құқықтары бар. Сол қорғаушы арқылы ағайын туыстарын шақыртып сөйлесуге сондай өздерінің құқықтары болады. Өзі қылмыстық процессуалдық кодекстің талаптары бойынша қорғаушыдан бас тарту құқығы болады олардың. Одан кейін екі жағдай бар, қорғаушыдан бас тарта алмайтын. Ол егер адамға өмір бойы жаза тағайындалатын жағдайлар болған жағдайда, олар қорғаушыдан бас тарта алмайды, себебі сот қарсы болады ондай жағдайда. Одан кейін сот психикалық сараптама тағайындағанда міндетті түрде олар бас тарта алмайды қорғаушыдан. Сондай жағдайлар болады. Ал енді азаматтық заң талаптары бойынша енді бізде қазір адвокат, қорғаушы, сондай заң көмекшісі болмаған кейін адамдар алданады ондай көп. Сол біреуден алданатын жағдай көбінесе бізде қазір ақшалай болып жатыр ғой. Ақша алған кезде, берген кезде сеніп бере салады, кейін ол тұрады да созады, ақшасын қайтармайды. Немесе сондай жағдайлар болады, сен қол қойып береді, сондай мүліктерінен айырылып қалады, өзі түсінбей заң талаптарын. Егер ол адам өзіне күмәнді болып, не қылып жатса, ол міндетті түрде негізі заңгерлерге жүгінген дұрыс қазір. Себебі қазір ол біздің өзіміздің заңгерлер палатасында да өте білікті заңгерлер көп.
кейін қазір адвокаттар да біліктілер көп. Негізі заңға жүгініп барып, солармен сұхбаттасып, жаңағыдай ақыл алып барып, кеңес алып барып, сөйтіп барып жұмыс істеген дұрыс деп есептеймін, жалпы. Сізді таң қалдырған немесе шошытқан іс болды ма? Таң қалдырған, шошытқан іс болғанда, бұл жерде енді көп жеке деректерді айта алмаймыз, ондай сот істері болғаннан кейін, ол жағы енді сондықтан мен тікелей өзіме келіп айта салайын, өзім жайында. Мынау 22-ші жылы жаңағы мынау сот сараптамасы, морг дейді ғой, сол жерден енді қайтыс болған адамды алып шығуға барған кезде, мен жаңағы сол жерде қызметкер отырып, мен деректерімді қайтыс болды деп салып, мені бүкіл базадан алып тастағанда. Ертесінде жұмысқа келсем, жұмыстан ол кезде екі жерде жұмыс істеймін. Уже қазір база сондай не ғой. Қазір мысалға ол кезде енді тергеушінің шешімі шыққаннан кейін, оны қазір ключпен ұрады, ол уже электронный болған кейін базада тіркеледі. Сөйтіп жұмысқа келсем, кадр таңғалады, жаңағы екі жұмыстан да қайтыс болуына байланысты деп шығарып тастағанда жаңағы. Одан кейін бұл енді өзімен заңгер болғаннан кейін бұл жерде біраз соттастық, таң қалдық, шок болдық. Әйтеуір бір 4 ай дегенде бүкіл құжаттардың күші жойылып кеткен, некелер де бұзылып кеткен, налогтан да бүкілінен шығып кеткен. Енді бүкіл даже басынан жөндеуге тура сондай бір мәселе болған баста. Енді таза сол қызметкерлердің, ол жаңағы қызметкерлердің, сол жерде қызметкердің қателігі ғой, енді ондайға негіз жол бермеу керек. Қайта біз өзіміз заңгер болғаннан кейін енді шешу жолдарын шамалы білеміз, түсінеміз. Соның өзінде 6 ай деген кезде қалпына зорға келтірдік. Жаңағы тиісті мекемелерге хат жазып жүріп, сотқа арыз жазып жүріп, жаңағы министерствоға дейін, министрліктерге әртүрлі хат жазып жүріп, сөйтіп 6 ай жағдай осылай жағдай болған басымызда. Биылғы жылы азаматтар білуі тиіс ең маңызды құқықтық жаңалықтар қандай? Биылғы жыл 26-шы жыл енді өте көптеген заңдарға жақсы өзгерістер еніп жатыр ғой. Бұл жерде енді основной бұл жерде қазір салық кодекстеріне енді халыққа действительно сондай өзгерістер еніп жатыр. Қазір андай қысқартылған режимге жаңағыдай неған, одан кейін НДС бойынша қандай көптеген жаңа көтеріліп жатыр, өсіп жатыр. Одан кейін тағы да электрон құжаттар бойынша заңдар шығып жатыр. Олардың бәрі қазір шығып жарияланып қойған. Олар енді 6 айдың көлемінде жарияланғаннан кейін олар өздерінің күштеріне енеді. Сондай жақсы өзгерістер болып жатыр да. Одан қалмаса қазір мынау конституциямызға жаңағыдай өзгерістер енейін деп жатыр. Ол жерде әртүрлі талаптар қаралуда қазір да. Сондай бір жақсы нәрсе. Көбінесе бухгалтерия саласында сол жағында болып жатыр заңда өзгерістер. Қандай заң саласында қазір ең көп дау-дамай болып жатыр? Дау-дамай қазіргі таңда ең мынау ақшаға байланысты бөліктерінде сол кезде себеп қазір өте көп бір-бірін жаңа алдау, алаяқтық дейді ғой жаңағыдай. Ақша алып қойып бермей, осы сала бойынша сондай өте көп істер қозғалынып жатыр. Одан кейін жаңағы азаматтық заңдар, одан кейін жаңағы неке бойынша сондай заңдарда да өте көп жүріп жатыр. Қазір негізгі өзі қоғамның сондай бір қиындау уақыты болып тұр да. Сол қалыптасу, халық соған бейімделмей жатыр ма, енді жаңашылдық енді бұрын не болған кейін, қазір бұл нарықтық экономика болғаннан кейін сол салалар бұзылуына көп жол беріледі да. Егер 18 жастағы өзіңізге кеңес берсеңіз, қандай кеңес берер едіңіз? 18 жаста өзіме кеңес берсем, мен негізі тіл оқитын едім. Егер 18 жаста болсам, ағылшын тілі, қытай тілі ма, бір сондай тілдер. Себебі сол
жас уақытта оқып қалмаса, мынау қазір жаңа баста мида көп информация жиналғандықтан сол тіл оқу жағы маған қатты үйрену қиынға түсіп жатыр да жаңа. Әлі де кешіміз сонда да талпынып жатырық, енді қайта не қыламыз, енді арасында. Одан кейін негізі жастарға оқыған дұрыс, білім алу керек. Өте көп оқу керек, себебі негізі мектептің уақытынан басталады ғой жас. Мектептің басынан қадағалап, егер жақсылап оқитын болса, кейін ол уже студент болады. Ол уже өздеріне жеңіл болады. Бастан, ол оқыған адам, ол әрдайым білікті, білімді, қайсылау болса да сондай бір маман, жақсы маман шығады да. Адвокат болғысы келетін жастар нені білу керек? Адвокат болғысы келетін жастар бұл жерде ең бірінші айттық қой, олар бірінші білім алу керек, білімді жақсылап алу керек. Одан кейін ол білімге сәйкес практиканы алу керек. Ол алған теорияны практикада қолданып көріп үйрену керек. Сол кезде ол жаңа тәжірибе жиналады. Осы іздену арқылы, сол тәжірибесінің арқасында олар жақсы білікті сондай маман болып шығады. Ең бірінші енді адвокат болу үшін бұл жерде қалай? Бұл жерде ол оқу бітіріп мамандығын алып болғаннан кейін ол кез келген бірінші құжатты зерделеу керек. Бірінші сотқа, басқаға талап арыз тастамас бүгін жүгінген азаматтардан бүкіл қандай құжаттары бар, құжаттарын тексеріп зерделеу керек. Дау мәселесі болатын құжаттарын тексеріп, соның қаншалықты заңды, тіркелген, сол мәселені нақтылап көріп, тексеріп барып алу керек. Сол кезде ол алған істерінің соңына дейін жеткізуге жақсы мүмкіндіктер болады деп есептеймін да. Бұл мамандықтың ең қиын және ең қызық жағы қандай? Бұл сала енді заң саласы, бұл енді жеке тұлға болсын, заң тұлға болсын, олардың енді тағдырын шешетін жағдай болғаннан кейін бұл қиындығы да болады, қызықтары да болады да бұл жерде. Қиындығы бұл жағы қалай? Кез келген іс ол жақсылап зерделеп, мысалға ол заң бұзылғаннан кейін ол енді қалай? Оны сот тәртібі арқылы ол азаматтың заңдық құқықтарын қорғауын керек ол жерде. Вот сол кезде кей кезде енді действительно бұзылған, бірақ енді ол түбіне дейін, мысалы әсіресе қылмыстық жауапкершіліктерде сондай кездерде болады. Ол кезде адам енді заң бұзған, басқаға сотталу керек болады. Ол кезде енді соның жылдарын қысқартып, енді қылмысты енді ауырлататын мән-жайлар болады, жеңілдететін мән-жайлар болады. Оның бәрі сараланып, зерделеніп, тексеріліп, әртүрлі сараптамалар тағайындалады. Вот сондай қиын нелер болады. Мүмкін жаңағыдай қызық жерлер болады, оның жаңағыдай деректерді мен сияқты қылып шатастырып жіберсе, бір күліп алып. Тағдыр, бұл негізі заң саласы деген өте сондай тағдырға жақын, кез келген екі тараптың құқықтарын қорғау керек болғандықтан, бұл негізі қиын сала болып саналады. Сол үшін білікті мамандықты өзі егер таңдау барысында көп оқыған дұрыс болады. Заңдарды іздену керек. Енді біз заңгерлер болған кейін әрбір істі алған кезде сол істі дайындаламыз бірінші. Апталап, құжаттарды зерделеп, дайындап, запростар сұраулар тастатып, қаншалықты заңды екенін бәріне сұраулар тасталынады. Одан кейін барып жүгінетін тиісті органдарға, сотқа неге талап арыз тасталып, сондай жүргізіледі. Сол үшін білімді көбірек алған дұрыс болады. Сол Тыңдармандарға пайдалы ақпарат бергеніңіз үшін рахмет. Құрметті тыңдармандар, егер сіздерде сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі подкастта кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.